Сарқырама су құламасы бұл мына тек қана Шыңғырлау ауданының ғана емес, сонымен қатар мына Батыс Қазақстан облысының жалпы Қазақстан бойынша ең кіші сарқырама болып есептелінеді. Енді бұл сарқыраманың жалпы тарихы өте зор, тарихы мол. Осы 20 ғасырдың басынан бастап осы жердегі болыс атамыздың бастамасымен жасалынған. Енді қазіргі таңда өздеріңіз көргендей, бұл жалпы адамдардың бір демалатын бір жақсы орынға айналып кетті. Ендігі алдағы уақытта бұл жердің осы жерде демалып қана қоймай, сонымен қатар бұл жерде бір экологиялық жақсы орта ретінде дамыту үшін жалпы біз өзіміз қазақстандықтар болып, жалпы осы жердегі жерлестер болып, мұны ары қарай дамытуымыз керек. Бұл жерде жаңағы тазалығын сақтау үшін, немесе бұны насихаттау үшін, жалпы бұның бағана айтып кеттім, емдік қасиеті бар, соның барлығын жалпы көрсетіп насихаттау үшін жұмыс жасау керекпіз деп ойлаймын. Осы әсіресе жергілікті тұрғындардан бастап, әр азамат өзінің басты міндеті деп есептесе, алдағы уақытта бұл жерде дамып, ертең бұдан да жоғары бір жақсы демалыс орнына айналады деп ойлаймын. Есімім Сырымбек болады, Орал қаласынан келіп тұрмын. Осында жалпы достарым, ағайын тума туыс бауырлардан естіп, осында келдім. Керемет барлығы, ұнап. Бірінші рет көріп тұрмын, таң қалып осындай. Сол басқа да келушілерге айтам, таза ұстайық осы айналаны. Мұнда мусорный контейнер қойып қойған екен, таңертең келіп алып, тазалап не істеп отыр. Сол барығымыз қолдап не істесек, жақсы болады деген ойдамын. Тамаша орын, демалуға жақсы, керемет. Ұнады сізге? Ұнады, өте керемет.